Қайырлы күн, жақсы киноның көрермендері. Бүгін кастинг туралы айтамыз. Маған Инстаграмға көптеген достар, таныстар, немесе жалпы оқырмандар сұрақтар қояды ғой енді. Соның ішіндегі ең доминантты сұрақ бұл кастинг. Қалай киноға түсем, қалай фильмге түсем, бала кездегі арманым қандай кеңес бере аласыз деп. Сол сұрақтардың бәрінің басын қосып, жұмырлап, жалпы бір жауап бергім келіп тұр. Онда кастингке қалай қатысамыз? Кастингтің екі түрі болады менің пайымымда. Біреусі бұл типтік кастинг, яғни типтік образға арналған. Мысалы, қандай да бір фильмге түрі азиаттық, жасы 30-дағы, бойы 1,70, осындай деп бір параметрі жазылатын, сондай бір кастинг түрі болады. Сондай адам керек. Бұндайға сіз барған кезде сол жазылған параметрға сайсыз ба, сай емессіз ба, соны анықтап алу керек. Егер сіздің бойыңыз ондай емес, түріңіз ол сипатқа келмейтін болса, бұндай кастингтен өтпеу ықтималдығы шамамен бір 70-80%, бәлкім тіпті 90% болуы да мүмкін. Сондықтан бұндай кастингке бармай қойған жөн. Бірақ та бір себептер бар, бір сәттер бар. Мысалы, Ағайынды Коэннің Фарго деген фильмінде мистер Ландегарттың рөлінде сценарийде жазылғанда ол семіз, толық, ебедейсіз, ашқарақ бір адам болып жазылған екен. Бірақ Уильям Мейси кастингке келген кезде Ағайынды Коэндер актердің ерекшелігіне тәнті болады да, рөлді қайтадан басынан бастап жазады. Сөйтіп Уильям Мейси мистер Ландегартты ойнап шықты. Енді бұндай жағдайлар біздің Қазақстан жағдайында бола ма, болмай ма, білмеймін. Бірақ та жалпы типтік образдағы сондай арнайы талаптар мен параметрлер жазылған кастингке сол параметрлерге сай болып барған жақсы. Екінші ол жалпы кастинг. Жалпы кастингтің табиғаты меніңше бұл массалық көпшілік түсірілімдерге арналған болуы мүмкін. Сіздің мысалы аты жөніңізді, сіз туралы мәліметтер жазып алып қалады да, кейін шақыру мүмкін. Осындай бір көпшілік сахнаға түсіп беріңіз, осындай бір залда болады, осындай далада бір көкпары болады, немесе бір төбелес сахналары болады. Сол жерде адам санын қарайтып, көбейтіп тұру үшін шақыру мүмкін. Қыздарға да сол талап қойылуы мүмкін. Әртүрлі ситуациялар болады ғой. Жалпы бірақ бұндай жерге баруды мен құптаймын. Жалпы массалық түсірілімге баруды мен құптаймын. Себебі неге? Бір себебін айтайын. Джеки Чанды білесіздер. Джеки Чан кезінде каскадерлық топта көпшілік сахнасында түскен, жас кезінде, балалау кезінде. 16-17 кезі болу керек, шатыспасам. Сонда ол айтады, режиссерлар мені бірден жақсы көріп қалды дейді. Себебі дейді, біз көбінесе артқы фонда өліп жататын адамдарды ойнайтын едік дейді. Сол кезде көп адам, мысалы, ішіне қылыш қадалған кезде бүйтіп өліп жатады да, сосын бүйтіп деп демалып жататын дейді, демалып жатады да, сосын ана қылыш бүйтіп қозғалады ғой. Сол кезде жаңа режиссерлар айқайлайтын дейді, анау бүкіл кадрды құртты, қайтадан түсіреміз деп. Ал мен дейді, бәрін байқап жататын едім дейді. Көзім қиығымен қарап жатсам, камера мына жақта болғанда демалып аламын дейді. Камера қалай маған қарай жақындаған кезде мен дереу қатып қаламын дейді. Қатып қалам, қылыш қозғалмайды дейді. Сөйтіп мені режиссерлар мақтайтын дейді. О, мына жігіт жақсы өлді, керемет өлді. Келесі жолда осыны шақырыңдар деп. Сөйтіп ол өстіп, кейін адамдардың көзіне түсіп, тіпті өзі каскадерлік топты басқаратын дәрежеге жетті ғой. Ал қазіргі жағдайын білесіздер, әлемдік жұлдыз кино әлемінде. Бұдан шығатын қорытынды, тіпті сіз массалық түсірілімге барсаңыз да, көпшілік сахнасында ойнасаңыз да, өз жұмысыңызды жақсы атқаруыңыз керек, мінсіз атқаруыңыз керек. Сол кезде міндетті түрде сізді біреулер байқайды. Өз кастинг директорлары, оның көмекшілері, немесе продюсерлер, атқарушы продюсерлер, администраторлар көп қой, режиссер де байқап қалуы мүмкін. Сөйтіп сіздің жалпы өзіңіздің образыңыз жақын болып қалыптасып, келесі фильмдерге шақырылу ықтималдығы өте жоғары. Ендеше осы екі кастингті айттық қой. Осы кастингтердің жалпы қай қайсысына барсаңыздар да, оның өту процесі көбінесе бір-бірінен қатты алшақ болмайды. Мысалы, сіз барасыз, сізді міндетті түрде фотоға түсіреді. Сосын, егер ол фотодан өтіп жатсаңыз, кейін немесе тап сол сәтте видеоға түсіріп алу мүмкін. Енді бұдан кейін өткен кезде жалпы киім мәселесін талқылай бастауы мүмкін. Сіздің бос уақытыңызды, жұмыс кестеңізді талқылай бастаса, ендеше сіз фильмге жалпы бір 70%, 60% өтіп тұрсыз деген сөз. Бірақ та бұл көп нәрсені әлі шешкен жоқ. Негізінде кинода камера мотор деп қосылғанға дейін ештеңеге сенуге болмайды. Себебі режиссер қазіргі жалпы фильмдерде, сериалдарда, әсіресе коммерциялық фильмдерде режиссер шешпейді көп кастингті. Оның ықпалы көп, бірақ та түпкі сөзді инвесторлар немесе продюсерлер айтуы мүмкін. Егер сіз бүкіл этаптан өтіп кеп, жоғары жақтағы дөкейлерден өте алмай қалсаңыз, тағдыр бұған да көну керек болады. Көбінесе кастингке келгенде адамдардың қателігі бұл қандай да бір масканы киіп келуі.
мен басқа режиссерларды білмеймін. Енді мен керемет атақты емеспін, керемет жұлдыз емеспін, бірақ та менің өзімнің талабым бар. Маған актердің, жалпы адамның шынайы болып келгені ұнайды. Шынайы болып, қарапайым дейді, мысалы қазақы кейіппен, қалыппен келгені ұнайды. Жалпы әңгімелесіп, оның мінезін, оның дүниетанымын білгеннен кейін жалпы адам ретінде ұнай бастаған кезде ол адамға қатысты кейбір образдарды ойша саралай бастайсыз. Сондықтан келген кезде кастингке бір әнтек бір қимылдар жасап, режиссерға ұнауға тырысуға болмайды меніңше. Екінші жағы бар, ұнауға тырысу маған шарт емес деп кергиіп, кегжиіп қалуға да болмайды, тәкаппарлануға да болмайды. Көп адам өлең жаттап келеді. Меніңше енді өлең жаттау бұл мүшайраға немесе қандай да бір мюзиклға, киноконцертке қатысты кастингтерге болатын шығар, бірақ жалпы өлең жаттап келу, өлең оқуды мен өз басым құптамаймын. Бірақ та еріннің қозғалысы, дауыстың үннің интонациясы, үннің бір ырғағы дейді ғой, осы нәрселер өте маңызды. Көп режиссерлар осыған қарайды. Сондықтан да жалпы курсқа бару керек деп есептеймін. Кастингке барғысы келетін адам актерлік курстарға бару керек. Міндетті түрде сахна қозғалсын, дауысты қою деген нәрселерді өту керек. Бірақ та жасанды дауыс қоюға мен қарсымын. Тамаққа тіреп сөйлеуге қарсымын. Кәдімгі өмірдегідей сөйлеуге тырысу керек. Мысалы, мен қазір сөйлеген кезде кейбір әріптерді айта алмаймын ғой. Бір шығып кетеді да, мен әріптер бір аттап кете ме? Бұл мен дауыспен жұмыс істемегенімнің кесірі, тілмен жұмыс істемегенімнен. Енді мен актер емеспін, маған қажет емес деп санамын ғой. Ал егер кім актер болғысы келетін болса, осы нәрселерді, осы сабақтарды өтіп алу керек. Кастингке келгенде әдетте қандай да бір сахнаның үзігін береді. Соны ойнауға, дайындалуға бір уақыт бергенде сіз сол уақытты барынша тиімді пайдаланыңыз, телефонды шұқыламаңыз. Ол сахнаның жалпы осы фильмдегі рөлін біліп алыңыз. Және сіздің кейіпкеріңіздің қандай екенін бір сұрап алғанның артық етпейді. Бірақ тақтап көп нәрсені сұрай беруге болмайды. Өзіңізге керекті қажетті ақпараттарды там-тұмдап біліп алыңыз да сол бойынша жұмыс істеп, сосын барынша шынайы ойнап беруге тырысыңыз, сол кезде бәлкім өтіп кетуіңіз мүмкін. Бірақ та бір нәрсе бар. Әсіресе бұған дейін фильмге түскен немесе театрда ойнайтын бір актерлар болады. Әдетте олар тәжірибесі аз, өте жастар болады, тәжірибесі жоқтар. Бұлар гонорар сұрайды келген беттен. Жалпы дұрыс, гонорар деген нәрсе болу керек. Менің өзімнің ұстанымда қандай да бір еңбек ол төлену керек. Ақысы жасауға болмайды. Әр нәрсенің ақысы бар, ол төлену керек деп есептеймін. Бірақ та тықақтап гонорар сұрап, әлден қабылданбай жатып, өзіңіздің бір талаптарыңыз қоя бастайтын болсаңыз, бұл көбінесе атқарушы продюсерлерді үркітіп алуыңыз мүмкін. Кастинг директорлар сізбен жұмыс істеуден бас тартуы мүмкін. Сондықтан бұл сізге кері әсер етуі мүмкін. Адамилық деген бар, адамгершілік. Мысалы, сіз кастинг кезінде қандай болсаңыз, егер кастингтен өтіп жатқан болсаңыз, түсірілім кезінде де, түсірілімнің ортасында, басында, соңында да сондай болуға тырысыңыз. Себебі көп тәжірибесіз актерларға тән нәрсе, кастинг кезінде бәрімен жақсы болады, жаңағы бәрімен әке-көке, әмпей-жәмпей, қалай кастингтен өтеді, қалай түсірілім басталады, кергиіп шыға келеді. Әсіресе мына шайтасып жүретін крафтта қыздарға тиісе бастайды, гримге тиісе бастайды, костюмерлерге бір мінез көрсетіп, шайпаулығын көрсетеді. Бұл адамның өзіне кері әсер етеді. Өйткені мына продюсерлердің арасында, осы жалпы кинодағы мамандардың арасында қара тізім деген бар, ол жазылмаған заң. Оны ешкім түртіп жүрген жоқ. Жалпы WhatsApp-та, мынау мессенджерлер арқылы қандай бір актерға қатысты осында бір мінездемелер беріп отырады. Ана актермен жолама, онымен жұмыс істеме, мына актер жақсы екен, мынаның адамгершілігі жақсы, мынау мынандай ұйқыбас, мынау шыдамсыз деген сияқты әр актерға қатысты ел алдында жүрген жалпы сараптама мінез бар. Негізінде кастингті мен лотереяға ұқсатамын. Кейде бұл жерде бақтың да рөлі өте үлкен, адамның бір жолы болып кетуі мүмкін, түрлі ситуацияларға сай бір өз ыңғайы келе қалуы мүмкін. Бірақ та актер болам деген адамға мен беретін кеңесім бұл білім алу. Жалпы салалық білім алудың маңызы өте зор. Қазір не көп? Курстар көп. Сол бір жақсы курстарға баруға болады. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласында Астана фильм академия деген біздің орталығымыз бар. Сол жерден бір мұғалімдерден тәлім алуға болады. Мен қазір мына жерде телефон нөмірін жазып кетемін. Сондай-ақ тағы басқа да курстар бар, Алматыда бар. Осы курстарға бару керек. Жалпы ең апогейі негізі академиялық білім алған жақсы. Жүргенов академиясы бар бізде, өнер университеті бар. Жалпы қандай да білім алсаңыз, қандай да бір қабілетті игермесеңіз, ол міндетті түрде бекер болмайды. Сіздің алдыңыздан бұл шығады ол нәрселер. Мысалы, сіз қазір дауыс қоюды үйреніп алдыңыз ба? Біраз уақыт өткеннен кейін сіз сол қабілетті қолданасыз. Немесе актерлік курсты қазір оқып алдыңыз ба? Міндетті түрде сіз оның бір жемісін көресіз. Сондықтан жалпы іздену, білім алу, бұл
ұдайы тоқтамайтын процесс қой. Фильмге түскіңіз келетін болса, білім алыңыз, ізденіңіз, өзіңізді дамытыңыз. Сол кезде міндетті түрде сіз адамдардың көзіне түсесіз.